Сәлеметсіздер ме? Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін бізде қонақта менің сіңілім Жансая. Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз Жансаяның жақсы көретін нәрселерін білетін боламыз. Мен сурет қоямын, және сол жерден Жансая өзінің ұнататынын таңдайды. Дайынсың ба, Жансая? Дайынмын. Жақсы, онда бірінші суретпен бастайық. Қайсысын таңдайсың? Қайсысын жөн көресің? Қайсысын көбірек жақсы көресің? Бізде қазір пицца және суши. Мен сушиді таңдаймын, себебі пицца ұннан жасалған өнімді көп ұнатпаймын. Ал шикі балықты жей бересің бе? Сушидің әр түрі бар, ішінде пысқан балықтар бар. Бірақ шикі балыққа қатты қарсы емеспін. Соуспен дәмді болады. Соңғы рет қайсысын жедің? Суши ма әлде пицца ма? Суши? Суши ма? Жақсы. Мен екеуін де жақсы көремін. Сушиді да, пиццаны да. Келесі бізде шаш. Тік шаш па, әлде бұйра шаш па? Қазір менің шашым бұйра, бірақ әдетте тік шашты ұнатамын. Өте әдемі көрінеді. Менің де шашым тік, сондықтан мен оны бұйралаймын, әдемі болсын деп. Жансая, сенің өзіңнің шашың қандай? Тік па, әлде бұйра ма? Өзімнің шашым тік. Тік па, жақсы. Рахмет. Келесі шай ма, кофе ме? Шайды жақсы көремін, әртүрлі дәмі бар шайларды ішемін, көк шайды ұнатамын, қара шайды ұнатамын, кофені ұнатпаймын. Кофе маған кері әсерін береді. Кофені соңғы рет қашан іштің? Есімде жоқ. Есіңде жоқ па? Мен кешке таман ішкенмін. Сонымен жүрегім тарсылдап соғып, ұйықтай алмай, әрең ұйықтадым, содан кейін кофе ішпеймін. Жақсы, жауабыңа рахмет, Жансая. Онда келесі ит па, мысық па? Екеуі де. Екеуі де сүйкімді, екеуі де сондай үй жануары. Екеуіне де қамқорлық жасағым келеді. Бізде қазір ит бар. Өкінішке орай мысық жоқ, себебі біздің ит мысықтарды жек көреді, сондықтан бізге тек қана біреуін таңдауға тура келеді. Онда келесі қанат, яғни тауықтың қанаты және қызыл балық. Қайсысын? Қазір міне осы жерде екеуі тұр дейік. Қайсысын бірінші жейсің, немесе қайсысын ғана жейсің? Балық. Балық. Ал қанат ұнатпайсың ба? Жоқ, қонақ шақырған кезде сен пісірген қанаттарды жегім келеді, себебі көбінесе сен айтасың, қанаттар аз, бір талғана же, екі талғана же деп, сосын аз жеймін де оған тоймай қаламын, сонысымен дәмді. Үнемі аз жеген кезде және жеме деп айтқан кезде тамақ дәмді болады. Мен екеуін де жақсы көремін. Бірақ алдыма қазір екеуі тұрса, мен мүмкін балықты таңдайтын шығармын. Келесі, қай жерге сенде таңдау бар? Тауға бару ма, әлде суға бару демалу ма? Тау биік, ары-бері жүрсең шаршап қаласың. Суды ұнатам өзім. Мұхиттарды, теңіздерді, жылы елдерді. Суға түскенді жақсы көремін. Судың жағасында жай жүргенді ұнатамын. Яғни ол көбіне енді жаздың күндері, мен судан қарағанда тауға барғанды көбірек жақсы көремін, себебі суда қауіпті болуы мүмкін. Мен мынандай судың ішінде жүзе алмаймын. Мен арнайы бассейнде, хауыздерде ғана жүзе аламын. Ал тауда көп қауіп жоқ. Ол жерде өзің қалағаныңша серуендеуге болады. Ал келесі, қай қаланы көбірек жақсы көресің?
Мен 7 ай Астанада тұрып көрдім. Жаңа қала әдемі, бірақ қысы өте суық. Сонымен қатар кішкентай Алматыдағы сияқты көптеген ойын-сауық орталықтары жоқ, сондықтан Алматыны таңдаймын. Астанаға анда-санда қыдырып барып келгенге жақсы, бірақ ол жерде тұра алмадым. Иә, қысы өте суық. Мысалы, қазір Алматыда күн жылы шамамен 8 градустай. Осы жылы бізде қар өте аз. Тіпті қазір қар жоқ бізде. Ал Астанада, қазір білмеймін қанша градус, минус 15 шығар ол жерде қазір. Ал енді мен бұл сұраққа Жансаяның жауабын білемін, бірақ сонда да сіздер білсін деп әдейі қойдым. Ал Жансая, сен таңертең ерте тұратын адамсың ба, әлде түнімен жүретін адамсың ба? Қыстың күні түнімен жүріп жай тұрамын, ал жаз шыққан кезде ерте жатып, таңертең 5-терде күн шыққан кезде тұрғанын ұнатамын. Яғни ол мезгілге байланысты, иә? Бірақ көп ұйықтағанды ұнататын адамдардың қатарынасың. Солай емес пе? Иә. Ал мен үнемі таңертең ерте тұрамын, түнімен жүргенді ұнатпаймын. Түнімен жүрсем, онда жаңағы адамның сұлулығына да әсер етеді, денсаулығына да әсер етеді. Иә. Мен 11-де жатып қаламын. Келесі, жалғыз саяхаттағанды жөн көресің бе, әлде топтық саяхатқа шыққанда ма? Мен бұрын көп жалғыз саяхаттайтынмын. Жұмыстан демалыс берген күндері 2-3 күн демалыс берсе, басқа қалаға билет алып кетіп қалатынмын. Бұрындары демалыс уақытында басқа елдерге жалғыз саяхаттайтынмын. Шынымды айтамын, 1-2 рет әпкелеріммен, анаммен және әріптестеріммен бірге саяхаттағаннан кейін мен жалғыз саяхаттағым келмейтінін түсіндім. Сондықтан топтық саяхат. Бірақ топтық саяхатта сен оларды күтесің ғой? Жоқ, топтық саяхат деген өте ыңғайлы, бірге ұйымдастырасың, бірге барасың, эмоциялармен бірге бөлісесің. Иә, менің ойымша бұл жердегі ең маңыздысы эмоция. Себебі сен бір жақсы жерге барсаң, оны артынан кейін бірге барған адаммен кейінірек оны талқылауға болады, еске түсіргенге де жақсы. Ал енді мен топтық саяхат, жалғыз саяхат елестете алмаймын. Себебі жалғыз біраз қызықсыздау сияқты. Кішігірім саяхаттар, жалғыз саяхаттар ұнайды. Мысалы, қаланың сыртына 1 сағатқа өзім жалғыз бір жаққа барғанын ұнатамын. Жақсы. Келесі, кітап оқуды көбірек жақсы көресің ба, әлде кино көруді ме? Қазір кітап оқиын десем, бір кітапқа көңіл бөліп ұзақ отыра алмаймын, телефонға қараймын, сондықтан кино көру қызығырақ. Иә. Жалпы қазіргі әлеуметтік желідегі өте қысқа контенттер адамның ұзақ уақыттық көңіл бөлуін бұзады. Жақсы. Онда келесі. Сен мысалы үйде де және сыртта да дейікші, қайсысын жөн көресің? Ыңғайлы киініп жүргенді ма, әлде сәнді, әдемі болып киініп жүргенді ма? Сәнді, әдемі болып киініп жүргенді ұнатамын, бірақ отбасылық бір жаққа барсақ, ол кезде жолға шыққанда үйде ыңғайлы мақта матасынан жасалған жұмсақ киімдерді, жылы киімдерді ұнатамын. Менің жағдайымда мен үйде міндетті түрде ыңғайлы киінемін. Сәнді киіну ол тек қана күн жылы кезде, яғни жаз мезгілінде, күз мезгілінде, жылы болған кезде сәнді киінуге болады. Бірақ қыстың кезінде ешқашан мен сәнді киінбеймін. Себебі бас киім кию керек, барлық жерді жылы ұстау керек. Сенде қалай? Сәнді әрі жылы киінуге болады, әрдайым. Суреттерден қарап отырсаңыздар, Жансая екеуіміз бір-бірімізге қарама-қайшымыз.
мысалы Жансая сәнді киінгенді ұнатса, мен ыңғайлы жылы киінгенді ұнатамын. Енді кітап пен кино көруде мен өзімді керемет мақтай алмаймын, себебі мен екеуінде де ұнатамын. Баяғыда Жансая бізде кітапты көп оқитын. Мен ол кезде киноны көп көретінмін. Қазір біраз орнымыз ауысты ма, білмеймін. Жарайды. Жансая бүгінгі қонақ болып осындай видеоны түсіруге келіскеніңе көп рахмет. Сіздердің сұрауларыңыз бойынша Жансаямен тағы да бір видео түсірдік. Сізге осындай форматтағы видео ұнаса, астына комментарийға айта кетіңіз, лайк басыңыз, және егер сіздер бұл арнаны бізді қолдағыларыңыз келсе, онда Patreon арнасына жазылсаңыздар болады. Ол жерде қызықты материалдар бар. Қосымша менің арнайы қазақ language деген қосымшам бар. Ол жерден тегін материалдарды таба аласыздар. Thank you very much for watching. I hope you like this kind of format of the video. If you would like to support us, I have a Patreon channel. There you can watch different interesting videos. And I also have an app called Kazakh Language. There I have lots of free materials. Жақсы, онда келесі видеода көріскенше сау болыңыздар. See you in the next video. Bye.